20 ғасырдың бірінші жартысы қазақ халқы үшін ауыр рухани сынақ кезең болды. Кеңес өкіметінің атеистік саясаты дәстүрлі діни сенімге қарсы ашық майдан ашты. Мешіттер жабылып, имамдар қуғындалды. Алайда дәл осындай қараңғылық тұмшалаған заманда иман шырағын сөндірмеген, ел руханиятын аман сақтап қалған самаулы тұлғалар бар еді. Солардың бірі Сәдуақас Ғылмани. Ол дін мен дәстүрдің қалқаны, руханияттың темір қазығына айналған ұлы қайраткер. Сәдуақас қажы Ғылмани аудармашы болған, қоғам қайраткері болған, дін ғылымының көрнекті жазушы болған деп те айта аламыз. Соның ішінде ең маңызды нәрсе Совет одағы кезінде дінсіз қоғаммен күрескен, дінсіз қоғамға қарсы кітап жазған бірден бір ғалым деп қорытындылауға біздің негізіміз бар. Сәдуақас Ғылмани 1890 жылы Ақмола облысы Ерейментау ауданында дүниеге келген. Арғы-аталары Башқұрт елінен Арқа жеріне келген діндарлар. Әкесі Ғылман молда ауылдың абыройлы дін ұстазы еді. Жас Сәдуақас әке жолын жалғап, ерте жасынан ілімге ден қойды. Қасиетті Құранды жаттап, араб тілін үйреніп, діни білімнің биігіне ұмтылды. Сәдуақас қажы Ғылмани 1890 жылдары дүниеге келіп, әкесі Мұхаммедия сәмен аталарынан сабақ алған, одан кейінгі Ақтамақ Қалпе деген кісіден сабақ алған. Бұл Ақтамақ Қалпе деген кісінің өзі біздің мынау Астананың қаласындағы зиратта жатыр. Ол кісінің өзінің 500-ге жуық шәкірттері осы біздің еліміз Қазақстан жерінде ұстаздық еткен, сол кісіден тәрбие алған кісілер екен. Ғылмани Қазан, Уфа, Ташкент сынды мұсылман орталықтарымен тығыз байланыста болды. Заманның көрнекті дін ғалымдарымен хат хабар алмасып, рухани сұхбат құрып отырды. Діннің жоқтығын апиын деп үйреткен кеңес үкіметі 1942 жылы діннің Орта Азияда рөлі зор екенін түсініп, 1946 жылы Тәжікстан, Қырғызстан, Өзбекстан, Қазақстан, Түркменстан осы Азиядағы елдердің ортасынан бір басшылық сайлау үшін, муфтият сайлау үшін Өзбекстаннан Орта Азия муфтилігі құрылады. Бұл Сәдуақас қажы Ғылмани осы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының қазилығы 1952-1972 жылға дейін осы қазилық қызметін атқарған. Ақмола облысында имамдық қызмет атқара жүріп, осы қазилық қызметті де атқарған. Сәдуақас Ғылмани заманның көкірегі ояу, батыл дін қайраткері. Бұл оның Құран мен шариғатқа қарсы бағытталған атеистік насихатқа үнсіз қалмай, жауап жазғаннан айқын көрінеді. 1968 жылы Алматы қаласынан Тоқжігітов деген азамат Құран ақиқаттары деген бір кітап шығарады. Құран ақиқаттары деген кезде бұл уақытта Құранның ішіндегі ақиқаттарды жазған шығар деген қоғам бұл кітапты көптеп алып, бұл кітап Қазақстанның әр тарапына тарайды. Сөйтеді, бұл кітапты ашып оқыған кезде Құранда қажылық амалы парыз емес, Құранда 5 уақыт намаз жоқ, мұсылмандар мынандай, мұсылмандар мына жерден қателесіп жатыр, Құранда мына жерде адамның туылуы 9 ай дейді, бірақтан 6 айда туылып жатыр. Құранда күн, жер күнді айналады дейді, ол да жоқ. Құранда ақ су мен қара судың араласпайды дейді, ол да өтірік. Құрандағы жалған нәрселер мыналар, мұсылмандық жалғандық üzerine құрылған деп, Құран ақиқаттарын өзінше бір кітап қылып шығарады. Яғни атеистік түсініктегі бір атеистің Құранды қалай түсінетіні туралы бір кітап жазып шығарады 1969 жылы. Міне осы рухани шабуылға жауап ретінде 1971 жылы Сәдуақас Ғылмани
Құранға жабылған жалғандар мен ақиқаттар атты еңбегін жазып шықты. Бұл кітап Құранға жабылған жала мен бұрмалауларға нақты дәлелдермен жауап берген маңызды рухани құжат. Бұл кітапты қолына алған өз заманының ғалымы, әулиесі бұл кітапқа жауап беру керек деп ұйғарып, Құранға жабылған жалалар мен өтіріктер деп 1970 жылы бұл кітапты жазып шығады. Бұл кітап өз заманда жазылады, 3 дана ғана жазылады. Бір өзі жазады, 2 шәкірті қолмен қайталап жазып шығады. Одан кейін бұл кітап көптеп басылып таралмайды. Сол жерде ғана қалып қояды. Яғни Тоғжигитовтің жазған Құран ақиқаттарына қарсы жазған Құранға жабылған жалалар мен өтіріктер деген кітабы 3 данамен көбейтілмей қалып кетеді. Бұл жердегі Құран ақиқаттарына толықтай жауап берілген 180 беттен тұратын бір кітап бұл. Ғалымның жазып қалдырған мұрасы рухани байлықтың алтын қазынасы. Ол Құран кәрім аяттары мен хадистердің қазақша тәпсірлерін, мәуліт өлеңдерін, діни сауалдарға жауаптар мен діни уағыздарды да әзірледі. Әйгілі үнді дастаны Кәлила мен Димнаны қазақшаға аударған. Қазақстан Ғылым Академиясының тапсырмасымен Әл-Фараби шығармаларын араб тілінен тікелей қазақ тіліне аударуға атсалысты. Садуақас Қажы Ғылмани қаншама жыл қудаланып жүрсе де, осы дініміз үшін, біздің қазақ бабаларымыздың ұстанып кеткен жолы, ислам діні үшін қызмет істеп, мынау бізге қазақ даласында жүрген 42 кітаптың мөлшеріндей осы қолжазбалар тастаған. Солардың бірі мынау Мәуліт пайғамбарымыздың туылған күніне арналған мәулітті осы қазақшаға аударып, осы Садуақас Қажы Ғылмани атамыздың көп еңбегі сіңді. Қажы Ғылмани ислам дінінің үлкен теоретигі болғанын айта кеткеніміз жөн. Олай дейтініміз, уахабизм мен сәләфизм секілді дәстүрлі исламнан алшақ ағымдардың зияндылығын сол замандақ анық айтып, халықты сақтандырған самаулы тұлғалардың бірі еді. Садуақас Ғылмани 20 ғасырда иман мен ілімнің шырағын жағып өткен ұлы қайраткер. Оның тағдыры елдің тағдыры.